لله رب العالمين الرحمن الرحيم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ربنا إننا آمنا والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسوى والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي ربي وسقول مجرقان marhumlar men marhumlar ruhlarına adilem hasratan bağıştan bilgindik babamızdan Miram Sofradan talagan babalarımızın raddattan talagan arvaqların ruhlarına bağıştan onu yaratmanlar şu jahan sargı zamanımızın ahiretini жақсылық dünyada pencerekten olan kaçırıkların Ar-Rahman sıfatına geçip canların cennetten kıyamette esirliğine peygamberimizin şefaatine ve rahmetine kavuşturayım. Yaratmanlar o şekilde dua kılıp bağışlap gibi bakan o babalarımızın urfaklarına kozgandan bağışa urfaklarına Allah'tan altınlara bezde kalırsa toy asıl Allah'tan siyafatına Allah'tan bereki bereki yaratmanlar ablayına karışma nasip edecek Allah Teala o kesinlikle getirgen bağlarımızga, ağalarımızga Allah Teala ezgi savapları nasip et. Ahirette Allah Teala o ezgi savapların aldığından nasip et. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar ve sallallahu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike Allah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men atım Aybek Abdullah. Осы құрылыстың басынан бастап, сыртын қоршап, сарқызанан басынан бастап жүрміз, бісміллә деп. Бүгін шатер тігіп жатырмыз, елдер бізбен бірге дәмдес болсын деп. Сосын өзіміздің мына павлодардың жастарының атынан осы кесенені бірінші тапқан Заманбек аға, Айшынов Дәурен екеуі. Сол кісіге міне арнайы бір кизлярский қылыш дайындап қойғанбыз. Бұл ертеден кизлярда істелген, соның рецептімен жасалған нәрсе. Бүкіл дүние сол жердің қылышын алғанды жақсы көріп тұрады. Өзі ол кісі ауыр қапты, Заманбек Әлкеұлы. Сол кісіге денсаулық тілейміз. Содан енді мына несін қылышын өзіне беріп береміз иншалла. Сол енді айтар. Бәріне денсаулық тілейміз. Қозғандарды Алла Тағала ауыз бірлігінен айырмасын. Қозған күшті болса, арым күшті болады, арым күшті болса, қазақ күшті болады. Біздің ойымыз осы. 1898 жылы топографиялық карталарында нақты көрсетілген барлық дерек көздерде Сарықыз бейті, Магила Сарықыз деп көрсетілген. Кез келген тарихқа жүгінсек, Қазақстанның кез келгеніне Мәшһүр атамызға тіреледі. Барлық ескі аңыз тарихтың бәрде. Сол Мәшһүр атамыздың айтқаны, Қозғанда Бекқұл мен Қабыл орны, Дүйсекөнің күрең байлар ескі қорлы, солардың ортасында жүргенімен де Мәшһүрдің болады Мәшһүрің кімнен сорлы дейді. Қасиетті байрауылдан аса, ащы суының жағасында Көктас батыр бабамыздың жары, Сарықыз анамыздың ақ күмбезі, ақ кесенің жанында барлық халық жиналдыңдар. Бір Алла төгіп мерейін қолдасын осы жиында, исі болған қозған әулеті, әуле тұтқан Сарықызы батқан жері. Тарихшы, өлкетанушы, дәурен аяшы, кейіннен Сәрсен ұлы Қайдар бауырым сол заманның қартасымен зерттеп, қозғандардың меншікті жайлауын жерлерін, зираттарын орын белгілеп берді. Бабамыздың ізгі салтымен бата беру маған бұйырды.
қозған ұрпақтары жасасын деп бел буып қолымыздан келген қаражат жинап, Алла тағала үстімізге береке беріп, алға қойған мақсатымыз 4 жылда орындалды. Тәуелтай Шерікұлы 4 жыл бойы анамыздың кесесін салуға қаражат жинап ұйымдастырғыш болды. Қозған ұрыл тарихында үлкен шарасына көмектескен демеушілер Қабдолла Айтмағамбетұлы, Ғариполла Қуандыққызы, Әлімжан Болатұлы, Қайдар Сәрсенұлы, Дүйсен Шаймерденұлы, Саян Арыстылы, баршаларыңыз көмектестіңіздер, қаржы жинап бердіңіздер. Сондықтан Алла тағала риза болсын. Сарықыз анамыздың бүгін үлкен есінде барша халық жиналып отырсыздар. Тәуелсіздік Қазақстанның туының астында барлық халқым жиналып, еліміздің тыныштығы, халқымыздың амандығында барлығылары келіп, қадамдарыңыз сауаптан болсын, тілектеріңіз қабыл болсын. Сарықыз анамызды жатқан жері жайлы болып, Алла тағаланың рахметі, пайғамбарымыздың шапағаты жаусын. Баршаларыңызға ауылдық үлкен азаматтарысыздар, туысқандарым аман болыңдар. Әрқайсы отбасыларыңызда Алла тағала амандық берсін, дендеріңізге саулық берсін. Қадірлі еліміздің, тәуелсіз Қазақстанның туы барлы уақытта жәліфіреп, елімізге тыныштық, халқымызға амандық берсін. Бүгінгі күні Сарықыз анамыздың ұлы бабамыз Тоқтас бауырдың енді жары болған үлкен бүгін дұға оқылып, ас дұғаға дайындалып жатыр. Оқылған дұғамыз, Құранымыз қабыл болсын. Енді бағыштаған дұғамыз барлық уақыт тиюі, елімізге тыныштық, халқымызға амандық берсін. Сарықыз анамыздың кесенесінің іші сырты нұрға толсын. Бүгінгі күні баршаларыңызға ағайын туған туысқандар амандық тілеймін, дендерге саулық тілеймін. Әрбір шаңырақта тек қуанышты болсын. Алыстан келген ағайын, жақыннан келген ағайындар аман есен елге оралуға насіп етсін. Қуанышымыз баянды болып, оқылған дұғамыз анамызға ардақта құрметпен берілгенде оқылған дұға қабыл болып, жақсылық қуанышта кездесейік. Оқылған дұға қабыл болып, ләй-әмин барлық уақытта жақсылық болсын. Сарықыз анамыздың ұрпақтары, асқа жиналған қадірменді қауым. Киелі Баянаула жерінде Бегендік атаның ұрпақтары Сарықыз ананың рухын тұрғызылған кесенеде оқылған дұға қабыл болсын. Қазақ даласында елге өнеге болған ақылмен парасаты, мейіріммен шапағат дараланып, тарихта есімдері қалған Айша биби, Гаухар батыр, Нақпал, Домалақ, Қызай және Мұрын аналарымыздың қатарында Сарықыз анамызда бар. Оның өнегесі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Құрметті жерлестер, жасап жатқан игі істеріңіз ұрпақтарыңызға үлгі болып, жалғасын табарына сенеміз. Осындай тағылымды іс-шаралар ел бірлігін бекемдеуге, халықтың рухын байлығын арттыруға ықпал етеді. Мазмұнды да, маңызды да жиыннан өнеге алатын жандар көп болсын. Қадірменді қауым, осы салтанатты сәтте Баянауыл елінің тұрғындары мен қонақтарына күндеріңіз шуақты, жасаған еңбектеріңіз еселеніп, табыстарыңыз мол болсын. Барлық шаңыраққа амандық, құт береке тілеймін. Барлық істеп атқан іс-шараларыңыз қабыл болсын. Осындай той отырардан басқа жерде болмаған туған елім. Өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәлім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендігі шақ кәрінің
анам. Осындай той отырардан басқа жерде болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәлім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендігі жас кәрінің бе қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәлім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендігі жас кәрінің де қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Қозған рулары, тойларыңыз құтты болсын. Сары анамыздың кесенесінің ашылуына арналған қазақ күрес жарысын ары қарай жалғастырып, күресімізді бастайтын боламыз. Уақыт кетті. Дайындалып тұрсын Ғабдулғазиз Мираз Баянауыл, алда берген Нұрдәулет Астана дайын тұрсын. Балалар, ана кілемді босатыңыздар, ары қарай. Шетке отырыңыздар, ары қарай. Кеңдеп отырыңыздар. Соңғы минут кетті. Тоқтатыңыздар. Жеңіс Қызылбұрыштағы балуанға 4 минут 18 секундта таза жеңіске жеткен Ғаббасов Ерхан, Ерейментау, Ақмола облысы. Қызылбұрыштағы балуан, Баянауылдық балуан, Шөптігөл ауылының балуаны. Оның қарсыласы Көкбұрыштағы балуан, астаналық балуан алда берген Нұрдәулет. Таза жеңіс, тоқтатыңыздар. Белдесу аяқталды. 26 секундта таза жеңіске жеткен алда берген Нұрдәулет, астаналық балуан келесі айналымға жолдамалды. Қабиден Айтуған Қаражараулы, оның қарсыласы Қалау Әділ, Ерейментау, Көкбұрышта. Жамбасы Көкбұрыштағы балуанға. Балуандар 1 минут кірісті. Таза жеңіс. Таза жеңіске Көкбұрыштағы балуан Қалау Әділ жетті. Ерейментау қаласы, Ақмола облысы. Жартылай жеңіс Қызылбұрыштағы балуанға. Қызылбұрыштағы балуан, Екібастұздық балуан Иманбек Әлкенов. Оның қарсыласы Болат Даниял, Мұса Шарман ауылдың балуаны. Таза жеңіс, тоқтатыңыздар. Айқын басымдықпен жеңіске жеткен Қызылбұрыштағы балуан Әлкенов Иманбек, Екібастұздық балуан жеңіс келесі айналымға жолдамалды. Атқа жасайды, байқа
Күреске шығатынның алдында кішкене қол аяқтарыңызға разминка істеп шығыңыздар. Буындарыңызға. Қызыл бұрыштағы балуанға ба, жамбас? Қызыл бұрыштағы балуанға жамбас естілді. Алда келеді. Керек емес. Басын көтер. Басын көтер. Өтіп жатыр. Басты. Жазақпас күрес тұса керек емес. Жазақпас күрес тұса, жазақпас. Уақыт. Мен Жамбас Ұпайсан мен қызыл бұрыштағы балуан Бақытханұлы Нұржол жетті. Келесі айналымға жолдама алды. Генератормен бірге тартын керек та. Генератормен бағана парталайық. Үстелін аша салып қой. Жартылай не? Баста! Колонканы тартамыз. Колонканы қоямыз деймін. Бірге селеп тұр. Қара, дарып қара. Колонканы беғалды жүріс. Балуандар 3 минут күрешті. Жартылай Ұпайсан мен қызыл бұрыштағы балуан алда келеді әзірше. Ескертуге, қозон. Ескертуге. Қош жерде. Самбас. Риской, кетті. 15 секунд. 15 секунд, корпус бар корпус. 15 секунд. Бар деймін. Аррайын. Уақыт, тоқтатыңыздар. Уақыт. Нұрбек Жандос көкшетаулық балуан келесі айналымға жолдама алды. Станалық балуан Исмагулов Нұрсұлтан, көк бұрыштағы балуан Әли Айбота, Егіндібұлақ ауылы, Баянауыл ауданы. Айбота, жүргізір. Только түйе балуанға қарап, түйе балуанға. Дерек, Айбота. Вот, басат кетеді. Жүргізіп, вот, жақсы. Жартылай жеңіс қызыл бұрыштағы балуанға. Белдесудің ақырғы минуты басталды. Әзірге қызыл бұрыштағы балуан алға шықты жартылай Ұпайсанымен. Белдесудің ақырғы минуты басталды. Ұпайсанымен жеңіске қызыл бұрыштағы балуан Исмагулов Нұрсұлтан жетті, астаналық балуан. Келесі айналымға жолдама алды. Сауырбай Вадияр Майқайын кенті, оның қарсыласы Шекеев Аслан Майқайын кенті. Осы белдесуден кейін дайын тұрсын Жүнісбеков Бегарыс Қарағанды, Накенов Ислам Екібастұз дайын тұрсын.
Тоқтатыңыздар. Жартылай ұпай көк бұрыштағы балуанға. Қызыл бұрыштағы балуан әдісті өзі жасап өзі айналып кетті. Әдіс. Таза жеңіске көк бұрыштағы балуан Шекеев Аслан жетті. Келесі айналымға жолдама алды. Жүнісбеков Бегарыс Қарағанды, оның қарсыласы Накенов Ислам Екібастұз. Екінші айналымға балуандар дайын тұрсын. Бақытқанұлы Нұржол Қалқаман кенті, оның қарсыласы Алдаберген Нұрдәулет Астана. Жамбас ұпай бар жерде. Көк бұрыштағы балуанға. Қызыл бұрыштағы балуан, қарағандылық балуан Жүнісбеков Бегарыс, оның қарсыласы Накенов Ислам. Көк бұрыштағы балуан Екібастұздық балуан өнер көрсетіп жатыр. Осы белдесуден кейін дайын тұрсын. Жүнісбеков Бегарыс Қарағанды, Накенов кешіріңіздер. Бақытқанұлы Нұржол Қалқаман кенті. Балуандар 2 минут күресті. Көк бұрыштағы балуан алда келеді әзірше жартылай ұпай санымен. Жамбас ұпай саны айқын басымдықпен көк бұрыштағы балуан жеңіске жетті. Накенов Ислам Екібастұздық балуан. Келесі жұпты ортаға шақырамыз. Екінші айналым А тобынан Бақытқанұлы Нұржол Қалқаман кенті, оның қарсыласы Алдаберген Нұрдәулет Астана қаласы. Балуандар екінші айналымға кетті. Мұнда ат қосам деушілер Әлімжан ағаға кеп аттарыңызды тіркеп өулеріңізге болады. Әлімжан деген ағаға кеп аттарыңызды тіркеңіздер, ат бегілер. Жамбас ұпай саны көк бұрыштағы балуанға. Жартылай жеңіс қызыл бұрыштағы балуанға. Оң қолды астынан ал, оң қолды астынан ал. Қолын жинап ал. Вот. Шығар басты. Жартылай ұпай саны көк бұрыштағы балуанға. Әзірге көк бұрыштағы балуан алға шықты. Жина. О, жақсы. Алда кел, о жерде алда өрек. Алда о жерде, айда. Жартылай. Қызыл бұрыштағы балуан Қалауадыр, Ерейментау қаласы. Оның қарсыласы Алкенов Иманбек Екібастұз. Осы белдесуден кейін таза жеңіс тоқтады. Накенов Ислам Қабдолла Ерболат 13 секундта таза жеңіске жеткен. Алкенов Иманбек Екібастұз келесі айналымға жолдама алды. Жақсыларға ебедім, жаманларға көбедім. Хан баласы ақсүйек, ежелден табан аңдысқан. Ата дұшпан сен едің, ата жауым мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмаса, ертеңнен кесіп жем болмас. Хан баласы ақсүйек, байеке сұлтан сен болсаң, сен қоспақтың баласы. Оңаша жерден кездессең, қайратып алған шабақтай. Қия берсаңы ас
etsem kılkalın getir demesem ayav deyla yav deyla yav deyla yav Екібастұз қаласында өткен республикалық айтыстың жүлдегері Ернар Құсанов, Ақсу қаласы. Жырдың жауһарын, ойдың інжу маржаның, өлеңнің лағылын қызыл тілге моншақтай тізіп келген сөздергері Атырау қаласында өткен республикалық адамзаттың бәрінсі айтысының бас жүлдегері жүрісінің жүйрігі Раван Қайдар, Астана қаласы, түбі Ақтоғай ауданы. Тұлпардың талмас тұяғы, сұңқардың сынбас қияғы, ақынның көкжалы, азуы алты қарыс айтыстың абаданы, Асыл домбыра республикалық телевизиялық айтысының екінші орын жүлдегері Абзал Қабдыраш, Ақтоғай ауданы. Айтысқанда көмейінен шілденің шіліңгірі төгілген, тартысқанда ақпанның сарышынақ аязы көрінген, тілі өткір орақтан, қара өлеңді қардай боратқан, Алматы қаласында өткен жыр белес айтысының жүлдегері Оразбек Саяхат, Шарбақты ауданы. Ақиқаттың алмас семсері, шындықтың алдаспаны, айтыстың қайқы қылышы, шайырлардың ірісі, елдің мұның мұндаған, зарын зарлаған, жоғын жоқтаған. Монғолия мемлекетінде өткен халықаралық айтыстың екінші орын жүлдегері, Қызылорда қаласында өткен республикалық айтыстың бас жүлдегері Нұрғанат Қайрат, Алматы қаласынан келіп отыр, түбі Баянауыл. Ақбеттің шыңға біткен шынары, халықтың қанған құмары өлеңнің кәусар бұлағы, ақындардың кенжесі, ақындардың еркесі, республикалық жыр алып жамбыл айтысының бірінші орын жүлдегері Мейіржан Баршынбай, Баянауыл ауданы. Ал ендеше қадірлі қауым, ақжаулықты аналар, Алатау, Ақсақал, әкелер, аталар. Бүгін енді мына ақындардың өздерінің тілеуімен қазір осы жерде халықтың арасынан жеребе тартқызайық деген ниеттеміз. Енді бүгінгі жеребе тартқызбас бұрын әуелі додаға түскен ақындардың жүлдесін айтып өтейік. Бүгінгі 6 ақынның біреуі бірінші орын алады. Бірінші орынның жүлдесі Дөнен, екінші орынның жүлдесі Құнан, үшінші орынның жүлдесі 200 мың теңге. Ал қалған 3 ақынға ынталандыру сыйлығы 100 мың теңгеден берілетін болады. Ал аша қойыңыз. Жұбы бірінші болып сынға түсетін Оразбек. Кім? Оразбек. Оразбек Саяхат. Бір ақында осы кеседен суырып алып, осы айтыстың қазанына тастап жіберіңіздер. Ал қадірлі ата Раван Қайдаров. Ай, ұлықты бола алмаса ұлың асын, қылықты бола алмаса қызың асын. Ассалаумағалейкум арда қазақ, айтысқа деген сезім суымасын. Сары қызға тұрғызып бір кесене, қозғандар төгіп жатыр шұғыласын. Құран менен бастадың қуанышты, еледік жоғалтпаған құбыласын. Өлер аз болмай тірі байымайды, жаратқан төге берсін.
жаратқан бөлей берсін нұрын ашын. Киелі Баянтаудың даласы бұл, ұсынған қонағына тұрып асын. Қаншалық Баянтауға жақындасаң, соншалық тектілікті ұғынасың. Неше түрі болады тағдырлардың, менде жырмен көп жанды таңғылғанмын. Менен басқа ақынның бәрі дарғын, ортаға өнерпаз деп алдырғанның. Екі ақ тілес, бір қаржас, бір орманшы, бір қозған атым бұнда шалдырғанның. Бес арғынның ішінде бұлай тыста бір керей боп жүр отын жандырғанмын. Ағайын сондықтан да шеттетпесің, елісің ғой сыйластықпен сән құрғанның. Ағайын өздеріңе сеніп тұрмын, әйтпесе адымымды аңду дәргім. Ұрпағы болған менен арғындардың, қонақ сыйлар жұрт едің, алғырлардың. Алаш деп әуелетіп әнімізді, қар өлеңмен қыздырайық қаныңызды. Қозғандар тойларыңыз құтты болсын, құрақ ұшып салдыңыздар барыңызды. Сары қыз анамыздың тойына кеп, сәйгүліктей салайық барымызды. Ащы су өзенінің бойына кеп, тәтті өлеңге тойдырайық бәріңізді. Рауан, сен де өзіңде дарасың ау, жасыл киіп жолбастар ағасың ау. Қозған деген атау әуелден қайдан шыққан, өткенге де бір көзді саласың ау. Қозғала бергеннен соң қозған дедік деген бір деректі тарихтан да табасың ау. Рауанда емесе тыныш адам, шапқылап әрбір жерге барасың ау. Әуелі Алматыда мекен қылып, бұл өзі туған жерін танымады ау. Одан кейін Астанаға көшіп едің, Аязда бір сені қармады ау. Бір қарасаң жүресің Ақтоғайда, енді қайта көшіпсің Алматыға. Бұл өзі нақ мекенін танымады ау. Қозғала бергеніңе қарағанда, қаныңда қозғандардың қаны бар ау. Бөліну болып беттау төңірегі, бес арғынның ішінде кереймін деп ағайын мынау неге елір еді. Қорықпа қозғандарым бөлінбейді, бөлінген адамдарда жеңіледі. Оразбек қазақ болсаң бөлінбегін, сенің айтқан ойларың жеңіледі. Ағайын Оразбекке таңғалдым ғой, бұл өзі ұрған сайын семіреді. Осындай бөлінгіштер қазағымның көрін қазып жатқандай көрінеді ау. Жүйріксің аламанды жарып шыққан, ақын боп ел алдына анық шыққан. Біздерді жеребеден таңдап алды, апайлар жүйріксің деп танып шыққан. Атам менен апама мың рахмет, біздерді сахнаға салып шыққан. Кесененің басында айтсын деп, кеседен екі қолмен алып шыққан. Сен өзің керекумен семеймедің, немене мынау елге өгеймедің. Келе салып кереймін деп жыладың ғой, сені де
шапалақпен жебейделің. Қозған деген қонақжай ел емес пе ақындардың көтерген мерейлерін. Ағайын керейге де бір қол соқшы, немене шапалаққа кедеймедің ай. Ау, бісміллә, сәт туғанда ән салатын, мен емес сасқалақтап сан соғатын. Ассалаумағалейкум қалың қозған, асығып келді алдыңа қанша мақын. Тонна тарих бар топырағыңда, тыңдағандар бас шайқап тамсанатын. Алла деп алдарыңа бізде келдік, Құдайдың құрмет тұтып әр сағатын. Шапалақпен дем беріп отырсаңдар, шаршы топта қалмайды шаршабатым. Қозғандардың еліне сәлем бердім, қар өлеңмен жаһанға жар салатын. Қара домбыра көтерген ақын көрсе, қажыдан келген жандай қарсы алатын ай. Алла деп келдім алдыңа, қар өлеңменен тіл қатып, Жасыбайдың бойында, қозғандардың тойында, айналайын ағайын, ақынды қойған жырлатып, баян ауылым киелі, бабамның алған сүйегі, жүздесіп отқан сіздермен, жылжымас екен бұл уақыт. Топырағы тұнған тектілік, осындай жерге кеп тұрып, тізгінін тілдің босатып, қалайын елге тіл қатып, айналайын баян тау, бауырыңда туылмақ түгіл, аулыңа келу бір уақыт ай. Ау, біздерді қойғаннан соң жарастырып, құнан менен дөненге таластырып, Оразбекпен сапарлас болып келдік, өлеңді алты қырдан әр астырып. Мен бұны шопыр қылып отырғызғам, ап келдің дөң астырып, тау астырып. Орта жолға келгенде адастың ғой, орта жолға келгенде адастың ғой, ап келетін жан десем таң астырып. Орта жүздің ұлы деп отырып ем, орта жолдан жібердің адастырып. Енді отсың сақынада маман құсап, жалтақтап жан жағыңа алаң құсап. Оразбекке мен қатты сеніп едім, үйдегі қадірлейтін анам құсап. Ащы суға сен әрең әкелдің ғой, ащы су ішіп алған адам құсап. Бойына тектілікті серік қылған, оң аттап босағаңнан еніп тұрған. Оразбек дегеніңіз осындай жан, біздерге де көңілді бөліп тұрған. Қозғандардың бүгінгі асы астарына, жолдарды әрең тауып еніп тұрған. Ендеше Оразбекті қарсы алайық, бойындағы үрейін жеңіп тұрған. Сары қыз анамыздың бұласына, сарыарқаны айналып келіп тұрған ай. Сенің де білетінің зор боп шықты, жол көрсетін ағалар емес педі. Жол бойы бұл оразда қор боп шықты. Оң жақпен жүре бергін, оң дегенің айналып келген кезде сор боп шықты. Көлікке отырып ап қозғалмайсың, сенің де білетінің нөл боп шықты. Жүре бер деп мына рауан сарыарқаны айналдырып алдап шықты. О, әуелден Құдай жазар пешенеңді, таңдайсың алдыңдағы өсер жолды. Тағдыры өзгелерден ерек болған Қарабайға Оразбек көшер енді. Қозғанның бір батыры емес педі, басын алар алдына жау кесе болды.
Сансары мен Сарыша ұлдары да атқа қонған жау шапты десе болды. Кейінгі ұрпағы да аса туып, атасының игісі көшеленді. Училище аштырып, білім қуып, сіңірген еңбектерін өсеренді. Кейбірі болыс болып ел басқарды, халқына өз иығын төсегенді. Биылғы жыл облыста ешбір айтыс болмады. Оразбек алдарыңда соны ұқтырсын. Ру түгіл аудан қалаларда жасай алмай өнерге бағаларын беріп тұрсын. Ал қозғандар ештеңеден жасқанбады. Құдайым қадамыңды берік қылсын. Қалалар жасамаған істі жасап, сен нағыз батыр қозған болып тұрсың. Рауанды кетсем бекен жырдан жығып, бұлдағы өз өлеңін құрған жігіт. Қозғандар айтыс жасаймыз деп бағана жаңбыр жауды. Басылар деп халайықта қылған дүміт. Сары қызға кесене тұрғаннан соң рухы жатқан шығар бір жаңғырып. Қозғандардың ісіне риза болып, жаратқан жатқан шығар нұр жаудырып. Рауан басталды ма ал күресің, сөзді тыңдап елде сені әлді десін. Адасқан жолда айта бермей тура жолдай, бұлдағы көп жүріп келген болды несін. Адастық суса су таппадық дей бергенше, қозғандардың қозғай біл жан жүйесін. Қозғандардың тойына келген кезде, тозғандардың айта берме әңгімесін. Оразбек көрсеттің ғой өнегеңді, қозғандар таңдап берді жеребеңді. Ағайын мына жерге неге келдің, қозған боп қоздырмасаң делебемді. Мың алғыс ағалар мен бауырларға, ұқсатып көрсететін төлегенді. Күн жанып тұрса дағы мына жерде, ағайын көрсеттің ғой өнегеңді. Төбесінен күн өтіп тұрса дағы, төбесіне көтерген төленерді. Сұрадым жаратқаннан медет бүгін, жаныма жол барыстың берекпінін. Сауын айтып шақырған сарыарқаға, бұл тойдың болмысы да бөлек тұғын. Сыр шертіп сарыарқадай сағым белден, тамырап тарих дейтін тәлімгерден. Жомарттықтың бастауы қозғандарда, жоқ жітікке қарасып малым берген. Мінездің де төресі қозғандарда, қызына ар ұлына сабыр берген. Батырлықтың бастауы қозғандарда, қарама қаһарман қарабайлар жауын жеңген. Бекше мерге бекшенің тырнағына татымайды, қатар-қатар келсе де қалың мерген. Тәйттейтін аталарым азайғанда, тәйтекелер көтерер тәнін жерден. Сақ құлақты састырған қопа шешен, дауылпаздың біреді дауыл көрген. Дүйсенөйдің баласы Түйтәулие, дүниеде тілегін тәңір берген. Болыс десең Мұстафа Бытығай бар, қашанда әділдікпен әмір берген. Шебер десең шәйі бар, қозғандарда жақсылығын жамағат қауым көрген. Сәбит Алтынбековте, Ахметбековте атамыз бар, ұлы отан соғысының қанын көрген. Ұзын сөздің қысқасы қозғандар ғой, ұлтыма тектіліктің нәрін берген. Қазынаңнан айналдым қалың қозған, қазаққа қажеттінің бәрін берген. Бай баласы емеспін кердең деген, толқын боп тулап жатыр кеудем дөлең. Ат
терлетіп келгесін астарыңа алғысымды айтайын терменменен. Самалыңды жұтқанда саған келіп, жүректер емделеді, емделмеген. Бірліктің арқасында елсіңдер ғой, дұшпанына бір қарыс жер бермеген. Ағайын мен не деген бақыттымын, қауышқан қасиетті жерлерменен. 15 күн жалған өмірдің жарты күнін Баянтауда өткізген сендерменен ай. Бұлдағы төлөнерді сағынған ау, ақындар астарыңа сабылған ау. Екеумізге екі су қойып қойды, ағалар бір нәрседен жаңылған ау. Бірақта су құятын қыз жоқ екен, бұл жерде қанша қонақ сабылған ау. Екі су бергенменен екеумізге құятын бір қару қыз табылмады ау. Сен өзі қар өлеңге мамандайсың, сондықтан неменеге алаңдайсың. Үстіңе ақшапанды киіп апсың, несіне бүгін елді жамандайсың. Дәл бүгін кесенені ашып берді, сенденді шаруаңды тәмамдайсың. Дәл мұнадай ақ түсті киіміңмен бұдан артық қызмет таба алмайсың. Сарғыздай анамыздың мазарына шырақшы боп тұратын адамдайсың ай. Су құятын бір қызда табылмады деп, бұл рауан несіне алаңдаған. Сары қыздың ұрпағы айналайын, саған су құю үшін жаралмаған ай. Татырсам шәрбәт жырдың шырынынан, тастайын шумағымның шымырынан. Қозғандар тойларыңыз құтты болсын, түспеген өзі шыққан тұғырынан. Ақындарға бәйгеге жылқы дейді, қарасаң бірі дөнен бірі құнан. Қозғандар бұны текке тікпеген ау, таймаған өзінің еш ұрымынан. Құлагерге сын айтқан күрең байда шығыпты қозғандардың ұруынан. Сондықтан да қозғандарға ризамын. Өздерінің таймаған ырымынан. Қозған деген атында тұрған жоқ ба, құтылмаған ешбір асау құрығынан. Қозғанның тектілігі осы емес пе, құлагерді таныған құлынынан ай. Оразбек жігіт едің майдан көрген, дәл бүгін осында кеп жайлау көрген. Саған су құймайды деп айтып едің, осы жерге шықты ғой қайран жеңгем. Қозғанның қыз келіндері осындай ғой, талай-талай осындай жайлау көрген. Сондықтан Оразбек жан қателеспе, себебі жүйрік едің майдан көрген. Ен білетін Қозғанның арулары, су сұрасаң сүт берген, айран берген айқаяға. Оразбек, бір қайрыңдар болды енді, бір қайрыңдар. Рауан, не сол суда басың қалды, мына тойда көрсеттау тасынғанды. Су сұрап ең айналайын, жеңгең түгіл газы шығып мына суда ашуланды. Қой осымен тұрайық орныңыздан, сахнаның сыртында көрсетесің ашынғанды. Өнер көрсеткен Оразбек Саяхат ақынылдарыңызға 4 бірыңғай 4 ұпай. Келесі болып өнер көрсеткен Рауан Қайдарылдарыңызға бірыңғай 5. 2-0 болды, я? Екес көтті бар. Бұлай кет. Көкпедік палуан, белдесу Астана, Сарсенбек, Дамир, бірлік. Соңғы минуттар. Белдесудің ақырғы минуты. Ана бұлай жүрген мұнау мына жағына көтеріп жатыр.
Oldu mu? Таза жеңіске 4 минут 50 секундта қызыл беренді палуан Мағау Бауыржан жетті Астана қаласы. Диас Павлодар, оның қарсыласы Дін Ислам Сағына 2 бас көз. Баға жікті доңғалағы тұр әне. Доңғалақ шешті. Со же қояса шо? Үстіне со же. Жоқ. Мен де күрткам бар. Четыре вода массы? У него бюджет на кем тира бюджет да. 53 секундта таза жеңіске қызыл беренді палуан Қабен Диас жетті. Қызыл беренді палуан Ақсу қаласы Көкберен палуан Майқайын кенті. Ақсу қаласының жанкүйерлері жоқ па? Қанекей бір қошемет тақпаңыздар. Өкеніп Асқат Мәмет Омаров ауылы. Белбеу күресінен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Сәрсенбек Веломан Майқайын кенті. Таза жеңіске Өкенов Асқат 3 минут 13 секундта таза жеңіске жетті. Ақсу Мәмет Омаров ауылы. Қуанбеков Қызылбелдікті палуан Ақмола облысы. Қарсыласы Мұқан Мәди Павлодар қаласы. Жартылай жеңіс Көкберенді палуанға. Қолдан аш, қолдан. Мұқан Мәди жетті Павлодар қаласы келесі айналымға жолдама алды. Жерлестер құшақ ашып қарсы алыңдар, кеудемнен итерместен мені кері. Туған жерде сіздерде әрбір жаны, туысқаным секілді көрінеді айқай-ақау. Қолдауымен бір Алла тағаланың, шайырлар көрсетуде шамаларын. Ортаңызға домбыра алдырттыңыз, орыстың менсінбестен барабанын. Басқалар іздеп жүрсе бабаларын, қозғандар құрметтеуде аналарын. Қызыл тілден берейін шырын сығып, қызметіне жөн шығар жарағаным. Өздеріңдей ұрудан үлгі алса екен, алшын үйсін адаймен тамаларым. Қозғандар өздеріңе разы болдық, есімін сары қыздың дараладың. Кесенесін көтеріп ғана қоймай, абыройын көтердің барананың айқай-ақау. Бағана жауын шашын болып еді, ол біздің көңіл күйді басады ма? Енді міне күн жадырап шыға келді, жолықтым жұбыма да қосағыма. Қозғандар сендер неткен мықты едіңдер, біздің ел тасады ма, қашады ма?
Жауынан сескенбейдің қозғандарым, жауын шашын дегенге сасадым айқай ақау. Жан емеспіз жаманды үлгетпеген, абыройым бар еді тірнекпеген. Баян ауыл күйеу баласы қалың қалай, бағытынан айнымас бір беттеген. Күйеу балалар қызмет қылушы еді, жұмыстарын ұмытпай міндеттеген. Біздің бірақ күйеу бала басқа боп тұр, орның қозғалмайды, орнындай бала құсап сүндеттеген. Қозғандар неткен жайсан еледіңдер, жүретін дәстүрменен сүндетпенен. Сен қайта қозғандарға алғыс айтшы, пайғамбардай күйеу баласын құрметтеген айқай ақау. Менде де бұл айтысқа үміткермін. Нұрғанат сен бірісің қылық дердің. Баянға күйеу бала деп қояды, сенің сөйтіп айтарыңды біліп келдім. Қайын жұртқа қызметті ету үшін мойныма домбырамды іліп келдім. Ақтоғайдай киелі ауданымнан қозғандар қасиетіңді ұғып келдім. Алталаштың қозғаны той қылды деп 600 шақырымды жүріп келдім. Қозғайын сахынада сабат тойды, Нұрғанатпен айтысу сабақ дейді. Ер жігіттің үш жұрты болат деушет, саусағыңды шығарып санат мейлі. Өз жұртым нағашы жұрт, Ақтоғайдан туған жер жұлдызыңды жағат дейді. Ал менің қайын жұртым Баян ауыл, күйеу балаға қошемет соғат дейді. Қызылтау даласының қызын алған қыз бала шаңыраққа қонақ дейді. Тасын түртсең тарихы сөйлей кеткен, бұл жақтан сантектілік тамат дейді. Баянды бағыз деген азаматтар, Баянға күйеу бала болат дейді. Қозыса бұл айтыстың аламаны, қозғандар сахнаны жағалады. Ал ендеше айтысты біз бастайық. Құлақ тұрсын қазақтың бар алабы. Арғы жақта балуан күрес болды жаңа. Болмасын балуандардың жаралары. Осы жақта айтысым болат дебет, ақындар сұлу сөзді саралады. Қозғандардың еліне алғыс айтам, осында Алталаштың аналары. Қозғандардың руына мың рахмет, сіздер қазақтың даралары. Қар өлеңге қашанда басы еді, Қарабайдай батырдың балалары. Керемет кесенені салдың ғажап, қозғандар сары қыздай анасына айтыс жасап ақынды алдың ғажап. Бәріңізге осы той құтты болсын, арайлап таң атсыншы алдыңда зат. Мен үшін қозғандардың әр баласы ақылдан асып туған алғыр қазақ. Кең далаға кесене салып берген даналығы бір төбе даңғыл қазақ. Ананы құрметтеу деген сөзді үйренсін қозғандардан әрбір қазақ. Нұрғанат өлең жырын арнағанда, сахнаның төрінде самғағанда, адасып жаңа ғана біздер келдік. Нұрғанат жолымызды жалғағанда, Баянның баласымын деп сен жүрушең, қай жақтан келдің десе даулағанда. Кесенеге баратын жол білмейсің, жерлестерің солайша қорлаған ба?
зираттан солға қарай аласың деп айдалада адастырып сорлаған ба? Ақыры кеп батпаққа батырдың ғой, Нұрғанат бізді солай қорлаған ба? Нива мен әсет келіп тіркеп алды, Құдай бізге әсетті жолдаған ба? Құдай білет далада қалар медік, орманшының әсеті болмағанда. Сен өзің Мекке көрген жігіт едің, басыңа қажылық бақ орнағанда. Баянның молдасы деп біз танимыз, Нұрғанатқа өлеңді арнағанда. Ал сен болсаң адасып әзер келдің, кесенеге бағытты жалағанда. Құдай-ай, мына заман не болып кеткен? Шынымен Нұрғанаттар сорлаған ба? Шынымен Нұрғанаттар сорлаған ба? Айдың күн аманында адастырып, шатастырып жіберді молдалары. Мен саған сабақ беріп жіберейін, әйтпесе бұл абзалдар құр қалады. Біздің жақта туғандар ұмытпаңдар, қылықты емес рухты ұл болады. Айқай-ау, ай. Өмірде биік болсын шыңғызымыз, ішімізде бүгілмей бір бізіміз. Адастырдың деп күйеу бала айып етпе, біздер деген баян ауыл жұлдызымыз. Батпаққа мен батырсам айып етпе, әлі де жарқырайды жұлдызыңыз. Қайнаған батпаққа батырған мен, бақытқа батырады бір қызымыз. Айқай-ау, ай. Нұрғанаттай қайнағанды анық көрдің, қызметке жараймын деп шауып келдің. Айтпақшы бұл Жосалының күйеу баласы, мен сені баяғыдан танып көрдім. Бірлікпенен торайғырды ескерместен, сен әкімге басқаша бағыт бердің. Әкімге кеңесші болып жүрген кезде Жосалының жолдарын салып бердің. Абзалдың көз тастайы ғажабына, болмайды бозаруға, сазаруға. Сен ендеше бір жолды салып берсей, бас қатырып Абзалжан ожағына. Әкімге жақын жүрген баласын ғой, бір пайдан тиіп қалсын қазағыма. Қара жолмен қиналмай келсін елім, сары қыз анамыздың мазарына. Айқай-ау, ай. Осылай өсе береді беделіміз. Қазақтың құлдар едік себебі біз. Акиматтан жана шыққан баласын ғой, қайын жұртқа тисінші көмегіңіз. Қызымды алып мәз болып отырсын ғой, өмірде орындалып дегеніңіз. Және бас жүлдеден байқасам дәмелісің. Қызықтар алда бар деп көреріміз. Бір дөнен аламын деп отырсын ба? Қозғандар сыйлық берер шеберіміз. Дәмеңіз күйеу бала масқар екен. Арналсын қозғандарға тенеуіңіз. Осылай отырғанға шүкір деші. Ел алдыңда өседі беделіңіз. Қызымыздың қызығын көріп жүрсің. Абзал саған аз беді береріміз. Айқай-ау, ай. Нұрғанат мына маған өштей мекен, беделің сенің солай өспей мекен. Күйеу бала жол салсын деп қояды, біздерге өлең сөзді көксейді екен. Ал өзің Баянтауға сен не істедің, мәселең осы жерде шешпей мекен. Жұмысты күйеу балаға артып қойып, Баянның өз балалары не істейді екен. Ай, Нұрғанат ел алдында назданғанша,
Көпірді осы жерде сөзді алғанша, Жосалының жолдарын салдың дейсің. Батпақ болып жатып ет саз болғанша, сен өзің Түркияда көп жүресің. Қыс болсын мейлі көктем жаз болғанша, Түркиядан келіп жолды салмаймысың, Инстаграмнан бір көріп мәз болғанша. Шақырдың ақын олды ерегеске, сақынада болатын төбелеске. Өзіңді кәсіпкермін деуші едің ғой, Баян ауыл сен туған белемес пе? Кәсіпкер болып жатсаң айналайын, түскенше абзалмен ерегеске. Жол салуға қаражат бөлмеймісің? Өйткені қаражатың мол емес пе? Баянның баласымын деп жүреді, кәсіпкер бір баласы сен емес пе? Нұрғана жоғарыға бағың жетсе, сөйлейсің сұлу сөзге сәнің жетсе. Жол жайлы айттың ғой сен қайра-қайра, қазыны көп шайнамас дәмің кетсе. Мен қазір әкімдіктен кетіп қалғам, қозған дейтін бұл халық қауым күә боп қозған дейтін қауым жетсе. Сондықтан да сыныңды маған емес, Баянның әкімін айт, әлің жетсе. Айналдым қозған дейтін иық телден, анасына уақытын қиып келген. Сіздерді қалай айтпай кет аламыз, тұлғасыздар көрінген биіктерден. Бекше батыр қазақтың баһадыры, дұшпан басын семсермен қиып келген. Лекер қажы атамды ел біледі, алтала абыроймен сүйіп кеткен. Қаркейдей аталарды қалай айтпайым, еліне еңбек етіп күйіп кеткен. Еліне еңбек етіп күйіп келген. Бергісі Зекебайдай менің атам, ақ жол деп маңдайымнан сүйіп берген. Қарасаң әрі бері тарихыңды, айналдым қозған дейтін иық телден. Айналдым қозған дейтін иық телден. Қазаққа керек болған тұлғаларды, Құдайым қозғандарға үйіп берген. Нұрғанат айтар болсаң жырыңды айқын, мен сенің жыққым келмей туыңды айқын. Баянның баласымын деп мақтанушең, жөнің болмас әрине жығылмайтын. Өткенде Қатар дейтін елге бардың, біз емесек оныңды ұғынбайтын. Әйтеуір қашан көрсең сұхбаттарда Қазақстанға көңілің жылынбайтын. Дубайға Қазақстан жетпейді деп сөз айтып ең өткенде ұрынбайтын. Енді келіп Баянды мақтап отсың, көңілің неге сонша суынбайтын. Кезегіңді берейін, ал не дейсің? Арнашы осы елге жырыңды айқын. Сен өзің қызыл түлкі сияқтысың, қашқан кезде ұстатпай зуылдайтын. Көзіңе қарап тұрып күлімдейтін, сырдың ашыққан кезде ырылдайтын. Жиналсақ Баян ауыл далаңызға, тағзым қылып қозғандай бабамызға. Сарығы жайлы айтыңдар деп анам айтты, өлең сөз туындайды санамызда. Қазақ қозған деген ұрудың басы болған, мыңырақ елі тағзым қылып тоқтастай бабамызға. Сарығыздай анамнан ұрпақ тарап, келіп жеттік қой сабынды көл жағамызға. Дәл бүгін кесенені салып қойдық, биіктетіп Баянтау далаңызға. Алталаштың барлығы алғыс айтады, басы иіп Сарығыздай анамызға. Нұрғанаттай тақтың ғой ақын ғайып,
Абзалдында бұл сөзін мақұлдайық. Жол салмаймын деп жарайт бұлданбашы, күйеу баланың басын енді қатырмайық. Жігіттер өзіміз жол салайықшы, солай қарай жұмысқа жақындайық. Әйтпесе күйеу балаға сену қиын, неменеге бақылдайық, шақылдайық. Назарбаев секілді содан кейін назымызды елге айтып отырмайық, айқаяқ. Біз келдік бірлік жақтың етегіне, жалғанда ақындықтың өтеуіне. Абзалжан, мен ондай сөз айтқан жоқпын, Баянауыл жетпейді деп шетеліме. Баянауыл артық қой мына маған, туған жерім бір өзіме жетеді деп. Әр тасы алтыннан да қымбат маған, сөзіңнің бармасайшы бекеріне. Швеция, Дубайда жетпейді ғой, шәкендер туып өскен мекеніме, айқаяқ. Мен қалай бір өзіңнен қалыс қалам, жөн шығар шабандармен жарыспаған. Елімді мен ешқашан аласартпай, сөздеріміз әрқашан қарыштаған. Алматыда қызмет етсе дағы, туған жерін ұмытпаған Қаныш бабам. Шетелде Алматыда жүрсем дағы, мен емес туған жерден алыстаған. Баянымның намысын қорғай берем, жаратқан беріп тұрса шабыс маған. Жеңіліп қалмақты көрсендейлерден, жеңіл сөз айтуға да намыстанамай, айқаяқ. Қозғандар тарихатпен тілдесіңдер, осылай өміріңді бір кешіңдер. Біз қазақ ұруға да бөлінбейміз, бірлік дейтін ұғымға үндесіңдер. Бір жағадан бас шығарып дәл осылай, әрқашан қозғандарым бірлесіңдер. Қозыларың қошқарда ері болып, қозғандар берекелі күн кешіңдер, айқаяқ. Абзал, бір қайырында, бір қайырында. Нұрғанат өлең жынымен өрлейсің бе, шабысын бұл ақынның көрмейсің бе. Қаныштарды айтып сен ақталасың, Баянауыл бұл туған жер дейсің бе. Бұл күні Түркия мен Дубайда көп жүресің, мұндайда Нұрғанатқа сенбейсің де. Туған жерді сен қатты жақсы көрсең, туған жерге бір жолата көшіп келмейсің бе. Ағайын шабытыңды от қылайық, несіне өлең жырмен дерт қылайық. Сары қыздай анамның кесенесі, сары қыздай анамның кесенесі, жыл сайын осы жаққа бет бұрайық. Ал ендеше осымен біз қоштасып, ойдағы өлең жырды шоқ қылайық. Құдай жазса сары қыз анамызға, келер жыл асфальтпен кептірайық. Реті осы шығар санасудың, әлкей шәкен қаныштай бабалар бар, өмірін қарасаншы барасылдың. Баянтауда ғұмырын сүрмесе де, мәнін тапқан өмірде жарасымның, көшіп келіп еліме жатпаса да, көшін алға сүйреген алашымның, айқаяқ. Ұлдарыңызға әділ қазылардың бағасы 5 бірыңғай 5 ұпай. Келесі өнер көрсеткен Абзал Қабдыраш ұлдарыңыздың ұпайын берсеңіздер.
5, 5, 5, 1, 4, қалғаны 5 ұпай. Бүгін додаға келіп отырған, ақтық сынға шығайын деп отырған, мен арғынмын, тұлпардан туған тарғынмын, ақыл десен алғырмын, ақын десем таң қылдым, есі менмін арқаның, киесі менмін саңғырдың, абай болып сөйледім, мәшһүр болып жаңғырдым деп ақындарыңыз ақтық додаға шығайын деп отыр. Ақтық додаға шығатын екі ақынымыздың ұпай саны белгілі болды. Баянауылдың тумасы Нұрғанат Қайратұлдарыңыз, және де әсем қала, сұлу, көркем қала, Астана шаһарының байрағын желбіретіп келіп отырған Ақтоғайдың тумасы, қадірлі ағайындар, Рауан Хайдарұлдарыңыз. Болсам да ағайын менде сенің өз балдарың. Қозғандар қолды соғып, қолдап отса дұрыс қой, алға қарай қозғалғаным. Көрермен көңіліңнен шықсам болды, менің де бола қоймас өз арманым. Ассалаумағалейкум қозғандарым, асылына ас берген көк жалдарым ай. Ай, бұл өмір жүрісіндей киіктердің, мен де соның ішінде кейіпкермін. Құдай-ау, қозғандардан кім шықпаған, таңға дейін тарихын жиып тердім. Кешегі бекшеменен қарабайлар бір еді иілмейтін иықтердің. Кешегі қопа шешен түйтәулие намысын ойлап кеткен сүйіктелдің. Күреңбайды біледі күллі қазақ, семсеріңді сертіңе сүйіп бердің. Нар тұлғалы қозғанның батырлары, намысыңды найзадан биік көрдің. Шарапатты шараға шақырғасын, шаруаның барлығын жиып келдім. Батырларды тудырған батал елге, басымды жерге дейін иіп белдім ай. Ал Баянауыл ұлдарын ұлық қылған, сандықтың сары алтынға тұнып тұрған, қонақ жай қозғандарым есенбісің, төбесі көк аспанға жуық тұрған. Ағайын сенің аппақ пейілің ғой, қайрат беріп қайғыны ұмыттырған. Бағана жаңбыр жауып жатса дағы, дәл бүгін күннің өзін жылыттырған. Қазағымның айтысы өлмесін деп, назарын сахнаға бұрып тұрған. Қолдарыңнан айналдым ұрып тұрған, аяғыңнан айналдым тұрып тұрған ай. Енді айтыс барады дұрыстала, болған соң ойым қылыш тіл ұстара. Ақындардың барлығы жолда айтты ғой, олы бүгін алғандай жұмысқа да. Нұрғанат пен Абзалда айтып кетсе, екеуі бір-біріне туысқана. Сондықтан жолдың жайын былай қойып, айтысымыз келеді дұрыстала. Біріміз түтіп жемей, бірлік жақпен қайтайық тыныш қана. Дауысың болмаса да сапыраны, ұлағам сахнада бақырама. Құдай-ау, қайта суды айттың ғой, шөлдеп қалып жатсың ба ақын аға. Үшінші рет қайталап айтпас үшін 3 бутылка шығардық сахнаға айқаяға. Сенсің бе айтыстағы атаманым, мен қалай жауап бермей жата аламын. Қозғандардың тойына келген кезде білмеймін бір түрлілеу қаталадың. Суға шөлдеп соншама не көрінді, үлкендердің алсайшы баталарын. Сен айтпақшы 100 алмайтын бал едің ғой, судың да ермейтін сақаларын. Қатты шөлдеп баратсан Рауанаға, бір ұсыныс айтып саған баталамын. 100 алмай Жасыбай мен Сабынды көлдің суын сол жаққа мен апарамын айқаяға. Аға
ағайынға айтайық өтімді ақыл. Мінекей буынымыз бекіп жатыр. Біреу құнан ал, біреу дөнен алады. Әңгіменің шығарды шетінде ақыр. Ат сұрап мұнда келіп отқаным жоқ. Демеңіздер, ақындар көкіп жатыр. Ат шапаннан әрқашан қымбат тұрар. Батаңды алып кетсем жетіп жатыр. Айқай-ау! Рауанмен айтысуға сайланайын. Қозғандардай қайда екен жайлағайын. Далада айтыс жасап жатырсыңдар. Ендеше жүректерге байланайын. Көптен бері бір жақта айтыс болмай, көрмеп еді аламан мен бәйге ағайын. Сіздердей қозғандарға разы болдық. Қалайша бұл тойынды тойламайын. Далада дәл осындай айтыс қылған, даладай пейіліңнен айналайын. Айқай-ау! Кім екен Рауан дейтін мына мұқтыл? Біздермен айтысуға сұранып тұр. Қайта-қайта қозғандардан суын сұрап, сахнада бозарып тұр, қуарып тұр. Бұл айтпақшы Абзалдың ағасы еді. Ағайын болып кетті, құдалық бұл. Ақтоғайдың шықтым тағы бір ұлымен. Ендеше біздер үшін қуанып тұр. Мына мені саған егер салып жатса, қазылар бір нәрсені құп алып тұр. Құда болса бәріне шыдайды деп, әдейі менен шығарып тұр. Айқай-ау! Нұрғанат айтқан сөзің нұр болды ғой. Бірақ та кейбір сөзің құр болды ғой. Қайта-қайта суды айтат деп жатырсың. Әрине шырқайтұғын күн болды ғой. Сен бірақ Рауанға өкпелеме, өйткені Қазақстанда мұң болды ғой. Батыс пен шығысы, батыс пен солтүстікті су басқанда, халықтың қабағында мұң болды ғой. Айтыстың тақырыбы ғана емес, халықтың мәселесі су болды ғой. Айқай-ау! Келгенде қозғандардың арасына, киелі Баянтаудың даласына. Рауанға жүз алмайды деп айтасың, белгілі болып қалды шамасы да. Жүз алмайды дегенің бір түрлі екен, Нұрғанатжан ертістің баласына. Сен келіп бір Рауанға тірелдің ғой, құдасың деп тағы да жүрердің ғой. Ол рас, Абзал менің бауырым ед, сен соны естей салып түнердің ғой. Құнан қойған айтсын қыз қозғандардың, құдай-ау құдалық қып жібердің ғой. Айқай-ау! Тұрсегер тұла бойдан жыр туындап, қояды жақсылыққа жұртырымдап. Қалада ғұмыр кешіп жатсам дағы, ойымда жоқ ауылды күлкі қылмақ. Ауылға келіп бүгін мәз болдым ғой, түсіндіре жатармын мүмкінімдап. Мен үшін қаладағы көп көліктен, ауылдағы сиыр мен жылқы қымбат. Қаланың қаптап кеткен заңдарынан, ауылдың жазылмаған ғұрпы қымбат. Қаланың йогурты мен кефирінен, ауылдың айраны мен құрты қымбат. Қаланың жылтыраған бұйымынан, ауылдың сынық сайман мүлкі қымбат. Ауылдың ең қымбатын енді айтайын, әзірге сырларымның сырты жұмбақ. Айтыс десе жегенін жерге қойған, ауылдың өздеріңдей жұрты қымбат. Айқай-ау! Жаратқан айырмаса шарапаттан, жаңылмай озып шығар бала топтан.
шетінен батыр екен балаларың, шежіреңді мен сенің зерттеп едім. Өздеріңдей көрерменге жолыққанша, өлең айтпай қалайша шектелемін. Жанымды түсінетін жанкүйерге жалынды жыр айтуға серт беремін. Қол қозғандарым қонақжай ел емес пе, мен оны пейіліңнен көп көремін. Босағаңа кеп тұрған босқынның да кеудесінен итеріп кет демедің. Қозғанды жақсы дейтін адамдарды беделін биіктетіп бек көремін. Қозғанды жамандайтын адамдарды жерге кіріп кеткенше жек көремін. Айқаяғы ақындың айтар сөзі тіл астында. Нұрғанат, осы жерде жыр аштың ба? Кезегіңді тездетіп берейінші, сен бүгін жақсылыққа ұластың ба? Әйтпесе томпақ болған мына балаң ерік бетіп жүрмесін күн астында. Айқаяғы айналамыз осылай гүлденсінші, ағайынмен құлпырып түрленсінші. Қазақстанды су басты деп айтасың, Нұрғанат оны жырлап бір көрсінші. Енді біздің елімізді су тасқын баспай, ағайын әрқашанда бір болсыншы. Су емес елімізді тойлар жайлап, күн досындай думан мен ду болсыншы. Айқаяғы жүректегі сырменен нұрды айтамын, қозғандай ағайынды күнді айтамын. Құдалық қып жібердің деп айтасың, Рауанның қарандашы бір байқауын. Құда десем Рауан ренжімеші, мен қалай мына саған сынды айтамын. Тойға барлық қауым жиналып жатқан кезде құдаларды айтпағанда кімді айтамын. Айқаяғы жан едім бұл жалғанда түңілмеген, жау алдында тізесі бүгілмеген. Томпақ балан ериді деп жатыр ғой, Рауанжан сөйлеп бүгін күбірменен. Қорықпа сахнада ерімеймін, жұрт жүрегін ерітем жырымменен. Айқаяғы елсің ғой қойнауынан дәні кетпес, жазира жайлауынан малы кетпес. Қозғандарды жырлашы деп айтасың, жалғанда басқалардың әмір өтпес. Мен ендеше жырлайын қозғандарды. Рауан құлақтырып берірек кеш. Төрт болысты басқарған Мұстафалар өмірді сүріп кеткен мәні кетпес. Зейін шашкен қазақтың Чеховы ғой, тағдыры тағылармен тағылеттес. Исақандай Хазіреттің орны бөлек, жақсыларды жаманның жолын етпес. Қазағым, сен не деген ғажап едің, басынан бақыты мен бағы кетпес. Бір қозғанның өзінде тұлғалар көп, өтірік айтпаймын ғой мәлім еттеш. Санлақтарын санауға саусақ түгел, төбемдегі шашыңның саны жетпес. Айқаяғы сыр шертіп көрсем өткен дәуірлерден, қозғандардың бойынан жалын көргем. Қарабайлар кешегі қарабаспай, қоғадай жапырған ғой жауын көрген. Кенесары ханыма болысыпты, кетсін деп жауымменен дауыргемнен. Нарбайлар Кенесары әскеріне ат беріпті, Нарбайдай аталарын тәлім көрген. Өздеріндей қозғандардан айналдық біз, сіздерді
қазағыма тәңір берген, азаматтың сойлары сіздерде екен, азаттықтың жолында барын берген айқай ау. Көріндер ақындардың ерегесін, рауан дейтін негізі бөлегесін, алағасы берейін кезегінді, қозғанды айтсам бұл жерде көгересін. Қозғандардың тойына не үшін келдің, қоздырып қоздырмасаң делебесін айқай ау. Қозғанның қоздырайын делебесін, ағайын таңдап берді жеребесін. Қозғандарды жақсылап жырладың ғой, тыңдадық бұл қайраттың немересін. Нұреке көрсеттің ғой тамашаны, шырқалып осы жерде алаш әні. Қозғандарды жақсылап жырла деп ем, сөзіңе сенің кімдер таласады. Ағайын бұл Нұрғанатқа қол соғыңдар, жырларымен қуантқан қарашаны. Нұреке дәл мынадай сөздеріңе, дәл мынадай сөздеріңмен білесің азаматтың бағасады. Осындай сөздеріңе дөнен емес, жорға жүйрік берсе де жарасады. Тектіліктің нұры бар бесігінде, тектіліктің жыры бар есігінде. Мен өзім қозғандарға қайдан қайран қалдым. Жауынан биік тұрған десімілде, қаншама батырларды туғыздыңдар, есімдері жазулы есігіңде. Сарғыздай анамызда мықты екен ғой, өлсе де мерейіңді өсіруде. Тоқтастай бабамыздың керуенін тоқтатпай алып келген осы күнге вай. Баянтау ұлылықтың меккесі екен, бар қазақ баурайыңа беттесе екен. Ғажайып топырақты дәл осындай ғалымдар өмір бойы зерттесе екен. Дүние тұрғанынша мәңгі тұрып, дұшпанның атқан оғы өтпесе екен. Аталарым алаңсыз ғұмыр кешіп, әжелерім уайым шекпесе екен. Балалардың барлығы бақытты боп, аналар көздің жасын төкпесе екен. Қара көз қарындастар, қарлығаштар, шетелдің жігітін жар етпесе екен. Қадірлі қозғандарға тілейтінім, әр күнің той думансыз өтпесе екен. Болашағың жарқын боп қозғандарым, босағаңнан береке кетпесе екен. Сайланып келдім сайысқа, садаға сынған мергенше, қар өлең болар серігім, қара жерге енгенше, алабұртты көңілім, қозғандарды көргенше, шабыттанар шайырың, шапалақпен дем берсе, құлқынның қамын ойламай, ұлтының қамын ойласын, қозғаннан шыққан ерлерше, есен бол есіл ағайын, есігіңнен енгенше, қонақ жай қозған аман бол, қайтайланып келгенше. Рауанжан қызыл тілін сермейді ғой, бұл бірақ өз қатесін көрмейді ғой. Сары қыздай ананыз өлсе дағы деп айтып сахнада терлейді ғой. Қайта-қайта қателесе бердіңдер ғой, Нұрғанат өздеріңді тергейді ғой. Сары қыз анамызды өлді деме, ұлылар ешқашанда өлмейді ғой. Айқаяғы екеуміз жолаушы едік бір бағыттың, халықтың жүректегі нұрды алыппын. Рауанжан сен досымен қошаман бол, ұрпағы емес педі бұлды алыптың. Өзің шөлдеп келсең де бірлік жаққа, шөлін жырмен қандырдың бұл халықтың айқаяғы.
менен қозғандарым жасай бер, орындалып дегенің таң қалдырған талайды, құралайды көз батқан бекше мерген бегеттің, қарғысын емес халықтың алғысын алған жалғанда Мұстафадай ереттің, дәстүрімді дәріптеп айтысымды жасадың, атамды көрген баладай батаңды алсам деп едім, жар болсыншы сіздерге жаратушы шеберім, бір құдайдан тілерім, екі өмірде қозғандар биік болсын беделім. Бес ұпай. 1-4 қалғаны 5 ұпай. Келесі өнер көрсеткен Нұрғанат Қайратұлдарыңыз. 5, бірыңғай 5 ұпай. 3 ақынымыз бар, 3 жас ақынымыз бар. Ернар Құсанов, Мейіржан Баршынбай, Оразбек Саяхат деген бауырларымыз сахнаға шақырамыз. Және келіңіздер. Бұл кісілерге жаңағы көтермелеу сыйлығы дейді. Оның баға көтермелеу сыйлығын тағайындап отырған Сүбеков Қанат Тұрсынұлы, Есенов Мақсұт, Мамырханов Ғалымжан Баязыұлы Қарағанды қаласынан дейді. Осы 3 азамат бүгінгі айтысқа қатысып, айтыстың қазақтың төл өнерін дәріптеген азаматтарды ынталандырып көтермелеп, өзінің сыйақысы 100 мың теңгеден тағайындады. Құтты болсын ақындар. Бүгінгі айтыстың 3-ші жүлдесі Абзал Қадырашта, Ақтоғай ауданы. Ұлтымның қасиетін ұғатын ек, әрдайым қабыл болсын мына тілек. Кім білет, әкім болып кетсем егер, бұл жаққа асфальт салып шығатын ек. 3-ші жұртыма келіп тұрып, 3-ші орын бергендеріңе рахмет. Абзалға, яғни бүгінгі айтыстың 3-ші орынның жүлдесін тағайындаған 200 мың теңге сыйақы Идрисов Бекболат Төртей ауылынан. Енді екінші жүлдені Қазылар алқасының шешіммен Рауан Қайдар бауырымызға тағайындап отырмыз. Қайдар енді менің өз түсінігімде, Рауан Қайдар менің өз түсінігімде өте жүйрік ақын, талай додалы осындай аламандарға қатысып, жеңіске жетіп жүрген жігіт. Бірақ енді Қазылар алқасы біреу бұлай қояды, біреу бұлай қояды. Мен өзім барлығына 5 көтеріп отырдым. Сондықтан да Рауан Қайдар бауырымыз риза боласың. Енді әркім өз басын арашалып алу керек бұндайды. Екінші жүлде Рауан Қайдар бауырымызда. Екінші айтыстың екінші орын жүлдесін тағайындаған бір жылқы құман Борабаев Қабдылқадыр отбасы. Халықты бүгінгі күн жүреткесін, жүрегін кеудеңізде жүретпесін. Резима бауырым білесің ғой, бұлғынан дөнен бола жүреткесін. Есек тұлпар болмайды баттағанмен, ессіз ақын болмайды жаттағанмен. Көрермен екінші орын беріпті ғой, сайлап аған 5 қойып жақтағанмен. Сарғыздай анамыздың мазарына келер жылы келейік автобанмен. Енді қандай шара болсын, спорттық шара болсын, аттың бәйгесі болсын, айтыс болсын, ең бір жаңағы әлгі керемет сәті осы ғой. Әлгі орысшалап айтқанда торжественный часть дейміз, міне марапаттап атамыз, қуанып атамыз, қол соғып атамыз. Енді бүгінгі аламан айтыстың бірінші жүлдесі өздеріңіздің жерлестеріңіз Нұрғанат Қайдар бауырымызда қол соғыңыздар. Нұрғанат Қайдар бауырымызда.
Жалғанда болып жатса атым әйгі, қадамымды туған жер бақылайды. Қозғандар жүлдеңізге мың рахмет, абырой дәл осылай сатылайды. Қай жерден қандай жүлде алсам дағы туған жердің бәйгесіне татымайды. Сарғыз ана кесенесінің салтанатты ашылу рәсімінде аламан айтыстың бірінші орын жүлдесін тағайындаған бір жылқы дөнен Әбішев отбасынан Баянауыл ауданы. Жеңіске Қызылбұрыштағы балуан Окенов Асхат жетіп, 80 салмақта 3-ші орынға ие болды. Ақсу қаласы құтты болсын. Құдай берген Темірғалы Шарбақты дайын тұрсын. 3-ші орынға белдесу тие балуандар. Жеңіске жеткен Табен Диас Павлодар 80 салмақта жеңімпаз атанды. Астана, оның қарсыласы Құдай Бергенов Темірғалы Шарбақты. Дайын тұрсын ақтық белдесу. Жабборов Санжар Астана, Жүнісов Әсет Көкшетау. Қарай. Темірғалы, мынаны жеңуім керек екен. Осыны алуым керек екен. Мынаны отым керек екен. Сылауы да. Мынаны отым керек екен. Сылауы да. Сіз әр жақтан түрін керек еді видеоң бар ғой. Анау бұлай бер қарап тұрғанда ғой, қол көтергенде сол жақсы. Жақсы, тақа. Әй, жарайсың, бөлексің ғой, палуан деген осы ғой. Таза жеңіске Құдай берген Темірғалы жетті Шарбақты 80 салмақта 3-ші орынға ие болды. Абылай Бекзат 4-ші орынға ие болды. Құдай берген Темірғалы Қозғандардың құда баласы. Ақтық белдесу. Сіленнің Қызылбұрышында Жаббор Санжар. Оның қарсыласы Жүнісов Әсет. Көкшетау, давай! Кімін ауыстырмадық па? Тоқтаңызшы. Кімін осыны ауыстырмадық? Белдесу аяқталды. Жеңіске жеткен Жабборов Санжар Астана қаласы бүгінгі тие балуанымыздың жеңімпаз атанды. Құтты болсын. Кетпеңіздер қазір, ешқайда осы жерде қазір. Фотоға түсіріп алсын. Давай біз бір общий фотоға түсіп қойып. 70 салмақ дәрежесінде 3-ші орын алған үшін Нұрбек Жандос марапатталды. 3-ші орын иегері. Сарғыз ана кесенесінің ашу салтанатына орай өткізілген Бегіндік Қозған ұрының асына қазақ күресіне 70 салмақ дәрежесінде 2-ші орын алған үшін Накенов Ислам Екібастұз қаласы қошеметтеп, құрметтеп қойыңыздар. Сваттан неге бердің? Осы салмақты марапаттауға 1-ші орында Бауыржан бауырымызды ортаға шақырамыз. 70 салмақта. Кет қалмаңдар, анчелік орып тұрады. Осы салмақты жеңімпаз болған Бақытханұлы Нұржол Қалқаман кенті. Құттықтап қойыңыздар. Павлодар ма? Қалқаман кенті. Пойыз қайда? Пойыз қайда? Арнайы сый-сияпатын көрсетіп. Осы салмақта 3-ші орын алған Окенов Асхат Ақсу Мәмет Омар бауылы.
Асқа сертификатты көрсет. Осы салмақтың жеңімпазын марапаттауға осы 80 салмақта марапаттауға Әлібек бауырымызды ортаға шақырамыз. 80 салмақтың жеңімпазы Қабен Диас, Павлодар қаласы, Батыр спорт мектебі. Сыздықбаев Қадыл ағамыз бар ма екен? Сыздықбаев Қадыл ағамыз бар ма? Бар ма екен? Медаль жауып тұраны. Арнайы жүлде Май ауданынан келген Сыздықбаев Қадыл ағамыздың атынан 50.000 теңге өзіңіз табыс етіңіз аға. Қошеметтеп қойыңыздар. Мінекей балуандарға көрсетіп жатқан құрметтеріңізге рахмет деп мінекей 3-ші орын иегерін Құдайбергенов Темірғалы Шарбақты ауданы. Общий фотоға түсті. Қазір кім кетпенді? Кім? Медалы қайды. Екінші орын иегері Жүнісов Асет марапаттауға Талғат бауырымызды шақырамыз ортаға. Жоғар түйе палуанды марапаттауға Ернұр бауырымызды шақырамыз ортаға. Астана қаласынан келген Жаборов Санжар бауырымызды бүгінгі жарысымыздың түйе палуаны. Бір қошеметтеп қойыңыздар. Баянауылдан жылқынып қайттыңыз. Осы қазақ күресін ұйымдастырып бәрін өткізіп берген 3 төрешін ортаға шақырайық. Осы қошеметтеп қояйық. Омар ағамыз, Амангелді аға. Кешегі Күреңбайлар тұрған сол елдің тумасы, осы әжейдің баласы. Міне алдарыңызда екінші нөмірлі, бірінші өтіп барады, соңғы группқа кетіп барады, соңғы группқа. Алдарыңызда келе жатқан құнандарды міне, судьялар нөмірді қарап отырыңдар, нөмірді қараңдар. Нөмірді қарап отырыңыздар, нөмірді. 15 бірінші орынды 15-ші, екінші орынды 2, Дания 11-ші, 3-ші. Қалған енді Сайгүлігі құнаны міне ағайын көз алдарыңызда көрдіңіздер. Осы 3 тұлпар міне бірінен қалғаны үздік сөздік келді. Жалпы бәрі тұлпарлардың да Сайгүліктердің құнандардың шабысы жаман болған жоқ. Сондықтан да мынау бәйге алған азаматтарға аттарыңыз бәйгілі боп, осындай тек әйгілі боп жүре беріңіздер ағайын. Он 8-ші нөмірлер ағайын жаңа бірінші өткен Ұзынбұлақтікі, Баянауылының Ұзынбұлақтың аты. 10 Ботагөз атты тұлпар ағайын. Рақымбаев Қанаттың аты. Алдарыңызда 3-ші группқа кетіп барысқан жайлары бар. Дәл сондай өзгерген жоқ. Ұзынбұлақтың аты. Алдарыңызда өтіп барады бірге. Қитуып ұстап отырыңыздар. 18-ші нөмірлі Ұзынбұлақтың аты. Міне өтіп барады. Одан кейінгі 23-ші нөмірлі. 10-ші нөмірлі. 8-ші нөмірлі. Бауырын ұстап отыр. Баянауылының аты ешқашанда бәйгіден қалған емес қой. Кешегі алдарыңызда бір соң айналымға кеттіңдер жігіттер, соң айналым. Ұлдар соң айналым. 8-3-44.
Жанарқаның аты 68-ші нөмірлі ағайын, міне алдарыңызда бүгінгі бәйгі Тоқбайгының бәйгісін алған міне Жанарқаның аты, Көпбаев Саламаттың аты, Көксұлу Тулатты тұлпар алдарыңызда, топ бастап келді ағайын, қиқулап қайыңыздар, бәрекелді, атың бәйгілі болсын ағайын, атың бәйгілі болсын азамат, міне алдарыңызда келді 44-ші нөмірлі, 3-ші нөмірлі, атасының балаларының, Дегендік атасының балаларының асында, Сарқыз анамыздың кесенесінің ашылуында Жанарқаның аты бірінші келді ағайын, құтты болсын айтып қояйық. Нөмір қайда? Мұнда қара. Жуна бер. Жуна бер. 18 фамилияңыз қай? Рахымбаев. Аттар келіп тастаңыз. Қадірлі ағайын, міне жиден үстеріңізге киген, міне алдарыңызда келді ағайын. Екі бітіріп келе жатыр ағайын. Алдарыңызда отпен сол сөйгіліктер келе жатыр. Міне балалар шабандоздар 4-ке кеттіңдер, 4-ке ұқтаңдар. 27-ші нөмір алдарыңызда келе жатыр ағайын. Шет ауданынан, Ақшатау ауылынан келіп отырған Мәдікен Нұркеннің тұлпары, Қазына атты тұлпар ағайын. 4-5-ке келді. Сол тұлпарлар әлде алдарыңызда. Мынау алдарыңызда міне 5-ке кеттіңдер. Шабандоздар 5-ке кеттіңдер. Сол 27-ші тұлпар ағайын. Шет ауданның аты Ақшатаудан, Мәдікен Нұркеннің тұлпары, Қазына. Бүгінгі күннің мына сәйгіліктер тұлпарлары осы болып тұр ғой. Сондықтан да бүгінгі бәйгені ұтқан ағайынның енді бір темірден сол сәйгілігі болады ағайын. Сол тұлпарларын бағу үшін. Жалпы бүгінгі күні қадірлі ағайын ат баптау өте оңай емес. Сол ақтанау жүгеніне ақтырақпен байлаған міне 27-ші нөмірлі ай бәрекелді жануар. Жануар түлгөзден сақтасын міне. Әріде сол 27-ші нөмірлі. Еңбегің бар бауырым, жолынбасын, жағың ашылсын.